Сәлеметсіңдер ме екінші сынып оқушылары? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептер шығару. Бүгінгі сабақта екі амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды үйренесіңдер. Және құрама есептердің шешуін санды өрнектер және жекелеген амалдар түрінде модельдеуді және шығаруды білесіңдер. Балалар, өткенді еске түсіре отырып, кестелерді толтырайық. А бөліміндегі қосу компоненттерін қайталайық. Қосылғыш, қосындының мәні. Кестеде қосылғыштар белгілі. Қосындының мәнін табайық. 5-ке 9 қосқанда қосындының мәні 14, 10-ға 7-ні қосқанда 17, және 7-ге 9 қосқанда 16. Жарайсыңдар. А бөліміндегі азайтудың компоненттерін қайталайық. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. 5 пен 9-дың қосындысы 14. 14-тен 8-ді азайтқанда айырманың мәні 6-ға тең. 10 мен 7-ні қосамыз 17. 17-ден 9-ды азайтқанда айырманың мәні 8. 7 мен 9-дың қосындысы 16. 16-дан 6-ны азайтқанда 10 болады екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, суретте не берілген? 5 өшіргіш және 4 ұштағыш. Осы суреттерге қарай отырып, өрнектер құрастырайық және қосындыдан санды әртүрлі тәсілмен қалай азайтуға болатынын түсіндіре отырып, қорытынды жасайық. Алдымен осы 9 оқу құралынан үшеуін алып тастайық. Қандай өрнек шығаруға болады? 5 пен 4-тің қосындысынан 3-ті азайтамыз, тең 6. Ендеше қосындының мәнін тауып, одан санды азайтуға болады екен. Бұл бірінші тәсілі. Енді 5 өшіргіштен үшеуін алып тастап, оған 4 ұштағышты қосайық. Қандай өрнек шығаруға болады? 5 пен 3-тің айырмасына 4-ті қосқанда 6 болады екен. Бұл бірінші қосылғыштан санды азайтып, оған екінші қосылғышты қосу. Бұл екінші тәсілі. Енді бұл жолы 4 ұштағыштан 3 ұштағышты алып, оған 5 өшіргішті қосайық. Қандай өрнек жазуға болады? 4 пен 3-тің айырмасына 5-ті қосқанда 6. Барлығы 6 оқу құралы. Екінші қосылғыштан санды азайтып, оған бірінші қосылғышты қосу, бұл үшінші тәсілі болып табылады екен. Енді балалар, экранды тоқтатып қойып, мына тапсырманы тиімді тәсілмен есептеп, өз беттеріңше орындап көріңдер. Келесі тапсырма: есепті әртүрлі тәсілмен шығару. Қоймада 60 қап күріш және 40 қап құмшекер болды. Дүкенге 30 қап жөнелтілді. Қоймада неше қап қалды? Есептің қысқаша шартын жазайық. Күріш 60, құмшекер 40, жөнелтілді 30. Сұрағы: қалды қанша қап? Бұл жерде не белгісіз? Есептің шешуін әртүрлі тәсілмен шығарып көрейік. Алдымен бірінші тәсілін. 60 қап пен 40 қапты қосып, одан 30 қапты азайтайық. Жауабы 70 қап. Екінші тәсілі. 60-тан 30-ды азайтып, оған 40-ты қосқанда 70 болады. Үшінші тәсілі. 40-тан 30-ды азайтып, оған 60-ты қосуға болады екен. Жауабы: қоймада 70 қап қалды. Келесі есептің әсін шығарайық. Саяхатшылар қалаға дейін 3 сағат автобуспен, 7 сағат пойызбен жүрді және 5 сағат кемемен жүзді. Олар жолда барлығы неше сағат болды? Есептің шартын құрайық. Автобуспен 3 сағат,
пойызбен 7 сағат, кемемен 5 сағат жолда болса, барлығы неше сағат болғаны? Барлығын табу үшін қандай амал қолданатын едік? Әрине, қосу амалын. Ендеше қосудың терімділік қасиетін есімізге түсіре отырып, есептің шешуін әртүрлі тәсілмен есептеп көрейік. Бірінші тәсіл: 3-ке 7-ні қосып, оған 5-ті қосқанда 15. Екінші тәсілі: 7 мен 5-тің қосындысына 3-ті қосқанда 15 болады. Және үшінші тәсілі: 3 пен 5-тің қосындысына 7-ні қосқанда 15 болады. Жауабы: олар барлығы 15 сағат жолда болды. Балалар, келесі оқу тапсырмасы 25-ші бетте, номері 6. Өз беттеріңше орындап, дұрыстығын тексеріңдер. Мінекей балалар, бүгін сендер екі амалмен орындалатын есептерді кесте, сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеуді және әртүрлі тәсілмен шығаруды үйрендіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.